Ассаламу алейкум достар, бүгін мен сіздермен бірге мамықтай болып шығатын тоқаш рецептісімен бөлісем. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз, оған ашытқымызды бәрін араластырамыз. Содан соң жұмыртқаларымызды және де қантымызды салып араластырып шығамыз. Араластырып болғаннан кейін 750 грамм ұнымыздан 5 қасығын массамызға салып, қайтадан барын жақсылап араластырып шығамыз. Содан соң ерітілген майымызды құямыз, араластырамыз, және де қалған ұнды қосып, қамырымызды илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін 1 сағат жылы жерде ұстаймыз. Енді көтерілген қамырымызды ыдысымыздан аламыз, екіге бөлеміз, бір бөлігін қолданамыз, ал екінші бөлігін тегеште қалдыра тұрамыз. Бір бөлігін алып 3 мм қылдырып 4 бұрыш формасында жаямыз. Жайып болған қамырдың үстіне біздің жылы майымызды жағамыз, ал оның үстіне қантымызды сеуіп шығамыз. Енді қамырымыздың шет жағынан бастап орай бастаймыз, видеода көрсетілгендей. Орап болғаннан кейін оны бірнеше орташа бөліктерге бөлеміз, және де видеода көрсетілгендей тоқашымызды жасаймыз. Бүкіл тоқаштарды солай дайындап шығамыз. Бүкіл тоқаштарымызды дайындап болғаннан кейін оларды 10 минутқа қоя тұрамыз, олар көтеріледі, және де үстілерін жұмыртқамен жағып 180 градуста 20-25 минут дайындаймыз. Мінекей достар, біздің тоқаштарымыз дайын, олар өте дәмді және мамықтай жұмсақ болып шықты. Мен отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге 100% дайындауға кеңес беремін. Ал егер видеоны лайк қойып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ассаламу алейкум.